Құрметті тыңдармандар, бүгін ұстаздар күні қарсаңында бізде қонақта Жанар Нұрақынқызы. Жанар Нұрақынқызы біздің мектепте қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ береді. Қазақ әдебиеті, абайтану оқулықтарының авторы, Алтынсарин белгісінің иегері, шебер ұстаз. Қош келдіңіз, Жанар Нұрақынқызы. Қош көрдік. Бүгінгі сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңіз қысқаша таныстырып өтсеңіз. Мен 1972 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы Жетарал ауылында дүниеге келдім. Сол ауылда туып өстім, білім алдым. 1989 жылы Семей қаласындағы педагогикалық институтқа қазақ тілі мен әдебиеті бөліміне түстім. 1994 жылы аталған оқу орнын бітіріп, содан бері қаламыздағы киелі, іргелі білім ордаларының бірі Төлеубай Аманов атындағы нөмір 16 мектепте қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарып келемін. Жанар Нұрақынқызы, қазір енді сіз ұстазсыз, оқушыларға білім беріп жатырсыз. Бірақ кезінде сіз де оқушы болдыңыз ғой. Енді мектептегі өмірден кішкене еске түсіріп жіберейік. Сіз қандай пәндерді қызығып оқыдыңыз? Әрине, балалық шаққа саяхат жасаған бәрімізге өте ыстық. Мен де басқа балалар сияқты бала болдым. Ата-анамның аялы алақанымен мектеп табалдырығын оқыдым, аттадым. 10 жыл аяулы ұстаздары мені білім нәрімен сусындатты. Сол кезде жалпы, сол кездегі бізбен қатарлас ұрпақтың ең бір ерекше қасиеті, олар көркем шығарманы оқуға өте құштар болды. Қолымызға түскен кітаптарды бірімізден кейін біріміз кезектесіп, оқығанымызды сабаққа келген кезде үзіліс арасында бір-бірімізге айтып, талдап, талқылау жүргізіп жататынбыз. Енді оқушы кезімнен бастап әлі күнге дейін қолымнан тастамай өміріме серік етіп, өміріме ұстанып келе жатқан кітаптарымның бірі ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясы. Жақсы, өте жақсы. Ал бала күніңізде оқыған қай кітабыңыз есіңізде? Балалар әдебиетінен. Ертегілерді өте жақсы көрдім. Керқуатты Кендебай, Ертөсті, Күн астындағы күнекей қыз, солар мен бала кезімдегі ең сүйікті ертегілерім болатын. Тамаша. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, ұлағатты ұстаздардан білім алдым деп. Сол ұстаздардың қайсысын өзіңізге үлгі тұттыңыз? Сынып жетекшіміз Әлия Қабдешқызы керемет қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берді. Керемет әдебиетші мұғалім болды. Әдебиетті бізге жан тәнімен түсіндіріп, менің бойымда осы бір әдебиетке деген сүйіспеншіліктің оянуына, әдебиетке деген құштарлықтың оянуына себеп болған осы Әлия ұстазым деп ойлаймын, біріншіден. Екіншіден, қазақтың қанапасы атанған әйгілі ұстаз, педагог, ағартушы Қанипа Омарғалиқызы туған ауылда дүниеге келдім. Сол кісі білім алған, сол кісі қызмет атқарған мектепте білім алдым. Бала кезімізде ұстаздарымызда, ата-аналарымызда сол кісіні бізге идеал ретінде көрсететін. Сондықтан менің ұғымдағы ең алғаш идеал ұстаз ол Қанипа Омарғалиқызы. Әрине, барлығымызда әдебиетшілер, Қанапамызды танымайтын әдебиетші жоқ. Өте тамаша. Менің алға қоятын сұрағымызға сіз жауап беріп кетті деп ойлаймын. Себебі әдебиетті таңдауыңызға, осы мұғалім болуыңызға кім себепкер болды деп айтайын деп ойлағам. Жауап алдым деп ойлаймын. Енді міне айтып жатырсыз, жоғары оқу орнын бітірдім деп, одан кейін осы мектепке келдіңіз. Сонда алғашқы сабағыңыз ойыңызда ма? Ең алғашқы мұғалім болып бастаған сабағыңыз? Ең алғаш осы 1994 жылы осы мектептің табалдырығын имене аттаған кезде 3-ші қабатта 34-ші, 35-ші кабинеттерде сабақ бердік. Сол кезде 6 сынып ең алғаш кіргенім, сынып жетекші болдым. Сол классқа ең алғаш қазақ тілден сабақ бердім. Одан кейіннен бір шәкіртімізді көрген кезде есіне түсіп айтып жатыр: сіз ең алғаш сыныпқа кірген кезде әдебиет сабағын, әдебиет сөз өнері, әдебиет сөзбен тәрбиелейтін сабақ деп бастағансыз деп. Мен ол өзім есімде қалмапты, бірақ бір шәкіртім сондай бір жылы естелігімен бөлісіп, есіме түсіргені бар.
Жана Нуракын кызы, сиздин талай балаларыңыз, алдыңыздан шыққан шәкірттеріңіз жоғары белестерди багындырып, гылымий жобалардан, олимпиадалардан орун алып жатыр ғой. Сол окуучулардын ичинде өзүңүзгө жакын кимди атай аласыз? Ұстаздық жолыңызда осы. Әрине, осы уақытқа дейін талай шәкіртім, негізі барлық шәкірттеріме мақтанамын. Бөліп жарып ешқайсысын есімдерін атағым келмейді. Өзім алдымнан шыққан, қанат қағып, өзімнен білім алған барлық шәкірттерім мен үшін мақтаныш. Барлығы мақтан тұтамын. Барлығы да жаңағы білім алып, жоғары оқу орындарын жалғастырып, ең бастысы өмірден өз жолдарын тауып, адам болып, азамат болып, кейде көріп жатқан кезде бәрі сол рахмет айтып жатады. Сондықтан да барлық шәкірттерімді мақтанышта тұтамын. Дегенмен енді бір-екі шәкірттің есімін ата десеңіздер, онда Құтпанова Заринаның есімін атай аламын. Қазір Астана қаласындағы Гумилев атындағы Евразия университетінде оқытушылық қызмет атқарып жүр, мақтанышпен. Сәбитхан Саян деген оқушымыз Назарбаев университетін түсіріп бітірді. Одан кейін бердің шәкірттерінен жаңағы Оразбаева Раушан осы Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы университетте орыс тілі мен әдебиет пәнінде оқып жатыр. Бұндай шәкірттерім көп. Анелден көп үміт күтемін. Жақсы, тамаша. Шәкірттеріме мақтанамын. Осы енді шәкірттеріңізді оқытуда қандай да бір әдіс тәсіліңіз бар ма өзіңіздің? Олимпиадаға дайындауда, ғылыми жобаға дайындауда. Керемет бір алып қашып жатқан, керемет бір әдіс тәсілім бар деп айта алмаймын. Жалпы ең бірінші оқушымен әңгімелесемін, сөйлесемін. Ол пән, оның жанына жақын ба, оқушы жүрегімен қалап тұрма. Содан кейін барып оқушыға толық еркіндік беремін. Ғылыми жоба жазғанда да тақырыпты оқушылармен бірге таңдаймын. Кейде тақырыпты оқушылар мысалы өздері ұсыныс жасап жататын кездері болады. Осындай тақырыпта болса деп, сол кезде оқушылардың пікірімен санасып отырамын. Жақсы, содан кейін сіздің жаңағы жауапкершілігіңіз, талапшылдығыңыз деп ойлаймын. Осы балаларыңыздың жетіп жатқан жетістігі біліммен қатар. Мүмкін. Өздерінде талап, өздері де сол ұмтылыстары, өздеріне артылған міндетті бір ақтасақ деген бойларындағы бір жауапкершіліктері, өздеріне тапсырылған іске бір мұқият қарайтындықтарымен қуантады шәкірттерім. Жақсы, енді бүгінгі заман талабына сай деп атамыз. Көпшілігі жаңағы гаджетке тәуелді болып жатыр. Жасөспірім балалар, сіздер мысалы кезінде оқыдыңыздар ғой, жаңағы том-том кітаптарды оқыдыңыздар, енді сол қазіргі заманның балаларын қалай тәрбиелесе болады? Кітапқа қалай қызығушылықтарын оятса болады? Енді күнделікті сабақта балаларға ескертіп жатамыз, айтып жатамыз. Ғаламтордан көрі, смартфоннан көрі, кітапты қолға ұстап, беттерін парақтап оқыған пайдалы деп ақыл кеңесімізді барынша айтып жатамыз. Енді қазір енді оқушылар оқымайды емес, кітапты оқитын оқушылар бар. Мысалы мен өзім оқушыларым білемін, кітапханаға барып кітап алатын оқушыларым бар. Тамаша. Ата-аналары кейде ата-әжелері үйде болса ықпал етіп жатады кітап оқуға. Жақсы, тамаша. Енді біздің уақытымыздың тығыздығына байланысты қорытындыласақ, енді қазіргі міне артыңыздан еріп келе жатқан жас ұстаздарға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы осы міне мұғалімдер күні қарсаңында өзім қызмет етіп отырған ұжымымды, әріптестерімді кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңіз жемісті болсын, табысты болсын, шәкірттеріңіз зейінді болсын, алар биігіміз, асуларымыз мол болсын демекшімін. Сонымен бірге жаңағы мамандықтың тізгінін ұстап, үлкен өмірге қадам басып, білім әлеміне келіп жатқан жас әріптестерімізге, ізбасарларымызға мамандықтарыңызды жақсы көріңіздер, сүйіңіздер. Егер де мамандықтарыңызды жақсы көрсеңіздер, барлық биікті, барлық белесті бағындырасыздар. Табысты болыңыздар. Әмин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Жанар Нұракынқызы, енді бүгін уақыт тауып бізге келгеніңізге көптен көп рахмет. Сіздің деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге шығармашылық табыс тілеймін. Әлі де жазарыңыз таусылмасын, қаламыңыз мұқалмасын. Аман болыңыз. Рахмет сіздерге.